Қалайсыңдар достар, бұл Қазмаркет арнасындағы тек бүгін айдарының кезекті шығарылымы. Менің атым Рауан, және біз бүгін Android смартфондарының уақыт өте келе неге қатып қалып немесе баяу жұмыс жасайтыны және де оны қалай жеделдетуге, жақсартуға болатыны жайлы сөз қозғаймыз. Олай болса, кеттік. Достар, біздің смартфондарға шолу жасап жүргенімізге бір айдан астам уақыт өтіп кетіпті. Осы уақыттың ішінде бізді қолдап, бізге жазылып жүрген барлық қыз-жігіттерге шын жүректен алғыс білдіремін. Ары қарай да каналға жазылып, достарыңызға бөлісе беріңіздер. Сіздердің әр пікірлеріңіз, әр лайктарыңыз біз үшін өте маңызды. Ол бізді ары қарай да жұмыс жасауға жігерлендіреді. Қазақ YouTube'ын бірге көтерейік. Смартфонның оперативтік жады көп болған сайын бұл смартфон жақсырақ деп біз әрбір шоуда айтамыз. Сол жедел жад пен оперативтік жад толып қалған кезде смартфонның жұмыс істеуі баяулай бастайды. Сонымен ең бірінші жолға келетін болсақ, біз бұл смартфондағы оперативтік жадта толып қалған қоқыстарды тазартумен айналысамыз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін баптауларға кіреміз. Баптауларда орысша айтқанда хранилище, яғни қойма. Қоймаға кірген кезде бізде очистка, яғни тазарту деген батырма болады. Сол батырмаға кіріп, оперативтік жадтағы кейбір қоқыстарды және де керек емес кэш жадтағы керек емес заттарды жоямыз. Кейбір кездерде жедел жадтарыңыз толып қалса, ол сіздегі бар ақпараттарды жойғыңыз келмейді, сізге маңызды суреттер, маңызды видеолар болатын болса, қалай тазартам, оларды қайда жіберем, жойып жібере алмаймын десеңіз, онда көптеген мүмкіндіктер бар. Ең оңайы ол сіздегі бар ақпараттардың барлығын сіздің персоналды компьютеріңізге жүктеп алу, немесе флеш-картаға жүктеп өзіңізбен бірге алып жүру. Немесе сізге керек ақпараттардың барлығын бұлтты қоймаға сақтап қойыңыз. Көптеген бұлтты қоймалар бар. Мысалы, Яндекс.Диск, Google Диск, Mail, Dropbox деген сияқты көптеген бұлтты қоймаларға ақпараттарды жинай аласыз. Әлемнің қай түкпірінде болмасаңыз да сізге керек ақпараттармен қолдана аласыз. Тек қана интернетте шығатын бір құрылғы болса болғаны. Қоқыстарды жойып болғаннан кейін сіз қолданбайтын мобильдік қосымшаларды жоюмен айналысуыңыз керек. Ол үшін сіз бір ай немесе 2 ай қолданбаған кейбір Facebook сияқты, Instagram немесе басқа да керек емес фоторедакторларды өзіңіздің смартфондарыңыздан жойып тастауыңыз керек. Немесе сіздің балаларыңыз керек емес ойындарды жазып алса, оны да жоюға тырысыңыз. Және де, мысалы, WhatsApp'та сізде келген фотоларды, видеоларды бірден жүктеліп, және де сіздің галереяңызы толтырмас үшін WhatsApp'тың сол фотоларды жүктемейтіндей мүмкіндігін қолдануыңыз керек. Сол кезде сізге фото немесе видео келген кезде сіздің рұқсатынсыз ол видеолар сіздің галереяңызға қосылмайды. Біз өзіміздің шоуларымызда оперативтік жүйе жайлы көп айтамыз. Мысалы, біз бүгін Android'ты қарастырып отырмыз. Android жыл сайын өзінің оперативтік жүйесін жаңартып отырады. Себебі бұрынғы нұсқаларында болған қателіктерді жояды, яғни багтарды. Немесе оған қосымша функционал мүмкіндіктерді ұсынады. Бұл өте керемет, себебі бұрын болған қателіктер жаңартылған оперативтік жүйеде болмайды. Ол үшін не істеуіміз керек? Бірінші баптауларға кіреміз. Ол жерде о телефоне, яғни смартфон жайлы деген батырманы басамыз. Одан кейін обновление системы немесе жүйені жаңарту батырмасын басамыз. Бұл жерде тексеру батырмасын басқан кезде сізге смартфон жаңартулар жайлы ақпарат береді. Сізге жаңарту келсе, міндетті түрде жаңартып алыңыз. Ал келмеген болса, онда біраз күте тұрыңыз, Android міндетті түрде сізге ауа бойынша жаңарту ұсынады. Ал келесі тәсіл бағанағыларға қарағанда өзгеше. Жалпы сіз байқадыңыз ба, мысалы, негізгі бетті оңға солға қозғалтқан кезде бір анимация болады. Және де мобильдік қосымшаны ашқан кезде де бейне бір анимациямен ашылатындай. Бұл өте әдемі, көзге өте жақсы жағымды көрінеді, бірақ та сол ашылған уақытта анимацияның кесірінен 1-2 секунд қатып қалулар байқалады. Бұл анимацияларды алып тастау оңай емес. Ол үшін сіз өндірушінің рұқсаттарын иеленуіңіз керек. Өндірушінің рұқсаты көп смартфондарда жабулы тұр, себебі сізге керек емес батырмаларды басып смартфонды жойып жібермес үшін. Өндірушінің рұқсатын алу үшін бағанағы баптауларға кіреміз. Ол жердегі о телефоне деген батырманы басамыз, яғни смартфон жайлы. Одан кейін кейбір смартфондарда әртүрлі, мысалы Xiaomi'да менде версия MIUI деп тұр, ал кейбіреуінде версия сборки, яғни жинақтаудың нөмірі. Сол батырманы 7 рет басуымыз керек. 7 рет басқан кезде сіз өндіруші рұқсатына ие болдыңыз деген ескерту шығады.
өндірушінің рұқсатын иеленгеннен кейін келесі расширенный настройки, яғни кеңейтілген баптаулар батырмасын басамыз. Оны астыға түсірген кезде сізде для разработчиков, яғни өндірушілерге арналған деген батырма бар. Соны басқаннан кейін сізде өндіруші режимін іске қосу батырмасын басамыз. Сізге ескерту шығады, болды. Сол батырманы басқаннан кейін сіз енді смартфонның кеңейтілген баптауларымен жұмыс істей аласыз. Сонымен көптеген функциялардың ішінен астыңғы жақта бізде анимация деген батырмалар болу керек. Анимация дегеніміз жаңағы айтып кеткен қосымшалардың ашылуы немесе негізгі беттің оңға солға қозғалтылғандағы анимациялардың тездігі және де олардың түрлері. Ең бірінші бізде анимация окон деп тұр, ол дегеніміз мобильді қосымшаны ашқан кездегі пайда болатын анимация. Оның кірген кезде оған анимация 1x деп тұр, ол дегеніміз бұл анимацияның жылдамдығы қарапайым, яғни 1x. Оны 0.5x деп тездетуге болады, немесе без анимация, яғни анимация керек емес деген батырмасын басқан кезде сізде мобильді қосымша ашылған кезде ешқандай анимациясыз тез бір мезетте ашылатын болады. Келесі бізде анимация переходов. Оны жаңағыдай без анимация, яғни анимация керек емес деген батырманы басып, одан әрі тездетеміз. Ал келесі бізде длительность анимация, яғни анимациялардың жалпы тездігі, жылдамдығы. Оны да бағанағыдай без анимация ештеңе керек емес. Енді сіздегі мобильді қосымшаларды ашқан кезде ешқандай анимациясыз тез бір мезетте ашылатын болады. Ал келесі тәсіл барлығының көңілінен шығады деп айта алмаймын. Себебі ол тәсіл үшін сіз смартфоныңыздағы бар барлық мобильді қосымшаларды жойып, яғни смартфонды зауыттан шыққан баптауларға дейін қысқартуыңыз немесе жоюыңыз керек. Сол кезде сіздегі бар барлық қоқыста, қосымшаларда, фото, видео барлығы жойып кетеді де сіздің смартфоныңыз зауыттан шыққандағыдай тап-таза өте тез жұмыс істейді. Достар, бүгінгі шығарылым осындай, өте жеңіл әрі пайдалы болды деп ойлаймын. Енді сіздегі Android смартфоныңыз қумай қатып қалуыңыз өте жылдам жұмыс істейді деп сенемін. Сонымен каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, қоңырау шанды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Казмаркет арнасындағы тек бүгін айдары келесі кездескенше сау!